Студент өлімінен кейін Қызылжарда менингиттің алдын алу шаралары күшейтілді. Бұл туралы аймаққа мәселенің ақ-қарасын ажыратуға келген бас санитар Жандарбек Бекшин айтты. Күні бұрын осы дерттен Айыртау ауданында 18 жастағы бойжеткен қайтыс болған. Ол қыркүйектің 6-сында тұмауратқан, бірақ ауылдағы амбулаторияға 20 күн өткен соң бірақ қаралған. Науқастың жағдайы нашарлаған соң аудандық ауруханаға жеткізілді. Онда бір тәуліктен соң студент қыз қайтыс болды. Оның нақты диагнозы дүйсенбіде белгілі болады. Случай еще предположительный. Бойжеткеннің менингокок инфекциясынан ба әлде өзге аурудан қайтыс болғаны белгілі болмақ. Айта кетейін, кеше бізге тағы бір науқас келіп түсті. Бірақ қан сараптамасы оның менингитпен ауырмағанын растады. Қазір науқаспен байланыста болған 60-қа жуық адам дәрігерлердің бақылауында. Аймақта осы дертке қатысты кеңес беретін арнайы 14 кол орталық ашылған.